Құрметті ағайын, бүгінгі таңде қырғыз халқының маңдайына күн туып тұрған кезінде біз бүкіл қазақ елі болып қырғыздарға, бауырларға болсуымыз керек. Бекерден айтылмаған қазақ, қырғыз бір туған деп. Осыдан тура бір ғасыр бұрын ашаршылық кезінде мыңдаған біздің қара домалақтарымыз паналап Қырғызстанның жерлеріне барып, аштықтан аман қалған. Сол кезде бізге қол созған шағын да қайсар қырғыз халқы. Сондықтан осы бүгінгі менің үндеуім. Айналайын қырғыз халқы, сіздер жесір емессіздер, сіздер жетім емессіздер. Қазақ деген үлкен ел бар. Қажет болса, біз де қастарыңызға келеміз. Қажет болса, біздің де батырлар қастарыңызда қару-жарақпен сіздердің шекараларыңызды қорғайды. Өздеріңізге сәттілік тілеймін, бірлік тілеймін. Осы бүкіл шайқастар біздің елімізде болған қаңтар айында, одан соң Украинада, одан соң Әзірбайжан мен Арменияда, Өзбекстан мен Қарақалпақстанда, бүгінгі таңде Қырғызстанның шекарасында бәрі арам Ресей басшысының, Ресей режимінің жасап атқан арам пиғылы. Оны да түсініп біліңіздер. Бәріміздің де бүгінгі таңде көзіміз жетті. Сондықтан қазақ, қырғыз, өзбек, түрк, Әзірбайжан, бүкіл түрк тілдес бауырлар бірігуіміз керек. Бәріміз де бауырмыз, бәріміз де жақын туыспыз. Оны ешқашан ұмытпайық. Алға Қырғызстан, мұңаймаңыздар, біз біргеміз.